Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін екі құрмадан пудинг жасайтын боламыз. Өте дәмді, үлпілдек болып шығады, дайындап көріңіздер. Құрманы ортасынан бөліп, ортасындағы жұмсағын барлығын алып шығамыз. Егер де менің видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Лайк басып, өз пікіріңізді жазсаңыз болады. Пудингті біз блендер арқылы жасайтын боламыз. Егер сізде ручной блендер болса, онымен тоже жасауға болады. 1 стакан сүт, какао және 2-3 ас қасық балды салып, блендермен 2-3 минут барлығын араластырып аламыз. Қоңыр, қою түсті болған кезде стакандарға құйып шығамыз. Менде 3 стакан шықты. Кез келген орех немесе жеміс жидектермен әсемдеп қойсаңыз болады. Әсемдеп болғаннан кейін холодильникке 2-3 сағатқа қойып қойыңыз. Пудинг қатқаннан кейін үлпілдек өте жұмсақ болып шығады. Не жасын ғой? Күшті.